Армысыздар, қадірменді қауым. Қазақтың әйгілі сазгері, күйшісі Дина Кенжеқызы Нұрпейісованың 160 жылдығына арналған тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған Павлодар қаласыны мектептерінің мұғалімдері Наурыз Думан атты ақындар айтысына қош келдіңіздер. Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта білім беру мектебінің домбыра үйірмесінің жетекшісі Орынбаев Алмат Жасқайратұлы, нөмірі 30 мектептің музыка пәні мұғалімі Жылқыбай Бағила Мұратқызы, нөмір 2 мектептің музыка пәні мұғалімі Мақсат Мұратұлы Ахметжанов және нөмір 21 мектептен музыка пәні мұғалімі Серікбаева Дана Темірбекқызы, жетекші орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Бердіғалым Еркежан, нөмір 7 жалпы орта білім беру мектебінің дене шынықтыру мұғалімі Қайырғазин Досжан Қажыкенұлы және 32 жалпы орта білім беру мектебінен Омарбекова Ләззат Амангелдіқызы, 17 жалпы орта білім беру мектебі музыка пәні мұғалімі Сұлтанов Тұрсынбай Сағиденұлы, Мұзапар Әлімбаев атындағы мектептің қазақ тілі әдебиет мұғалімі Төлебаев Аян Жұмажанұлы, 38 мектеп жаратылыстану және әлеуметтік педагог Жөкен Қажымқан, Кенжекөл жалпы орта білім беру мектебі музыка пәні мұғалімі Жазкей Еркеш, 34 жалпы орта білім беру мектебі Нұрлан Абдулла Нұрланұлы қазақ тілі мұғалімі, 14 жалпы орта білім беру мектебі Бұханова Айсұлу Әлімқызы музыка пәні мұғалімі. Бір қошемет көрсетсеңіздер. Айтыс қазақ музыкасы дін мен дәстүр тұсауынан босатылған уақытта пайда болды және өздігінен халық шығармашылығы іспетті дами бастады. Сайыс алғырлықты, терең ойды, жылдамдықты талап етеді. Айтыс халық арасында ақын деп аталатын екі суырып салма жыршы арасындағы сайыс. Сөзбен айқасу бәрінен де күшті деп халық бекер айтпаса керек. Айтыс кезінде ақындар кез келген еркін тақырыпты өлеңмен өрнектейді. Фольклордың басқа нысандарынан ерекшелігі айтыс жиналған халықтың алдында өткізіледі. Бірақ біз әлемді шарлаған індетке байланысты барлық сақтық шараларды ұстана отырып, бүгінгі кездесуді онлайн ретінде өткізетін боламыз. Бүгінгі айтыс тақырыбына қысқаша сипаттама беру үшін ортаға Павлодар қаласы білім беру бөлімі басшысының орынбасары Калиева Зауреш Жақсылыққызын шақырамыз. Құрметті ұстаздар, құрметті осы міне алғашқы рет өткізіліп жатқан айтыстың қатысушылары, ең біріншіден сендерге айтатынымның алғысымды, өйткені осындай міне ең бірінші ізбасарлар болып отырсыздар, суырып салма ақындық өнерлеріңді көрсетіп, міне жаңа ғана жүргізуші айтып кеткендей, барлық қауым сіздерді біліп естігендей, біз оны әрине онлайн түрінде Instagram желісі арқылы жеткізетін боламыз. Бүгінгі айтыстың шарты бойынша ең біріншіден бізге ең шешен суырып салма ақынды анықтау емес, ең біріншіден осы қазақтың дәстүрлі айтыс өнерін қайта жаңғырту. Не бүгін осы шаңырақта жиналып отырмыз, мына 34 мектеп биылғы жылы заманауи мектеп жобасы аясында қайта жөндеуден өткен. Сондықтан осы шаңырақта тек қана қазақтың домбырасы естілсін, біздің мына жас мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз өз өнерлерін өз шәкірттеріне әрі қарай беруге соны нәсіп етсін. Бүгінгі шара енді ойлағандай өтеді деп ойлаймын. Енді жарыс болғасын әрине бұл сіздер жақтан талпыныс, сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Көп рахмет сізге. Осы біздің дүлдүл сайыскер ақындарымызға әділ баға бере отырып, бүгінгі айтыстың әділ өтуін қадағалайтын әділ қазылармен таныс болайық. Осы айтысты онлайн режимде өз бағасын беретін әділ қазы арнайы Қарағанды облысынан республикалық деңгейдегі айтыскер ақын әнші Дидар Камиев, сондай-ақ Павлодар қаласы білім беру бөлімінің мамандары және кәсіби ақын Қуандық Башой Серікұлы, жас ақын айтыскер бүгін сіздерге баға беретін болады. Сайыскерлер
ойларыңызды жинақтап жұртқа паш ететін кез келді. Алдын ала өткізілген жеребейлік таңдау бойынша сайыскерлеріміз жұпталған болатын және өнерін көрсету реттілігі де анықталған болатын. Сол реттілік бойынша менің шақыруыммен сахнаға шығып отырасыздар. Ендеше іске сәт сіздерге. Туған жерге байлайды ұл кіндігін, туған ұлдай сүйеді ұлтындығым. Бісміллә деп бастайын бұл айтысты, түріп тастап білекпен жыр түндігін. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, алмастырып алмасын күлкіңді мұң. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайт орнасын басына шіркін күнің. Наурызда аман есен көрістік қой, табиғат көрсетуде сылқымдығын. Бас кеспек болса дағы тіл кеспек жоқ, алайда маск ішінде қылқын дүнім. Айтыстың арқасы ғой әр сөзімді, маскасыз жеткізетін мүмкіндігім. Әгигәгім, әгигәгім. Жиналды жасыменен жас баласы, жиналды кәрісімен жас баласы. Әрине білінеді рас бағасы, ағайын төленерді тастамашы. Ұстаздардың барлығын жиған, Гараноның жақсы боп тұр бастамасы. Әр сөзім сіздерге ағайын мәлім болсын, сөздерімді сіздерге жалын берсін. Қазақтың өнермен қазақ тілі әрқашан жақсылықта дәріптелсін. Әгигәгім, әгигәгім. Балаңыз жақсылыққа ұмтылса екен, кеудеден жығыл, кеудеден жаңылмайтын жыртуз екен. Осындай айтыстарды ағайындар жыл сайын тойлайтұғын күн туз екен. Әгигәгім, әгигәгім. Тамаша, қонақ болып келген жұбымызға алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Ал енді нағыз 100-ден жүйрек, 1000-нан тұлпар қатысушы мұғалімдеріміздің алғашқы жұбын ортаға шақырамыз. Бауыржан Момышұлы жалпы орта білім беру мектебінің қос тұлпары өзара мәреге түспек. Домбыра жетекшісі Орынбаев Алмат пен сол мектептің шет тілдер мұғалімі Жанарбек Ақжол. Ал айтыскерлер айтысты бастауға. Шабытым шыңға шықса тербеп мені, осы ғой өнерімнің ер жеткені. Ассалаумағалейкум арқалы жұрт, қошеметпен тұратын демеп мені. Ал бүгінгі қарсыласым Алмат екен, бір сілкіп алайыншы тергеп сені. Әгигәгім, әгигәгім. Дан апама арнап айтыс қойылғандай, терлеп бағам тілдейтін сойыл бардай. Менен тіресіп жеңемдейсің, жағадан алатығын ойың бармай. Әгигәгім, әгигәгім.
осы тойдың қауымына, сән салтанат сарайын ауылына. Бүгінгі осы айтыспен басталады, ассалаумағалейкум қауымына. Әгугай, әгугайым, әгугайым ай. Осындай айтыс болып жатқаннан соң мен келдім, ақ жолдай тенім келді. Керекіміз осындай айтыс жасап, екеумізге төрінен орын берді. Екеумізді қолпашап қойыңыздар, қолдасаңдар отандық өнімдерді. Ай, хаяхоу, ай. Бір грамм ет қалмаған мұна ұлда, жағамды жыртайын деп тұрма бұлда. Ағылшын пәнінің мұғалімі сен едің, сыйлаған бар білімін бұл қауымға. Айтса қалыпсың ғой жақсылық па, ақындығын оянып ширадым ба, ай-хай-хоу, ай. Мықтылап ұстағайсың, не айтам деп енді сен саспағайсың. Ширадың ба деп маған тиісесің, өзіңнің де мұғалім екенді ұмытпағайсың. Мен білетін Алматау салмақ деді, келесі де ағатқадан баспағайсың. Әгигәгім, әгигәгім. Ей Алмат, ғашық жансың, баласың ғой. Әскерге бармаған сен шаласың ғой. Бір грамм ет жоқ деп сен қалжыңдайсың, мен сияқты сұлу жететсең таласың ғой. Әгигәгім, әгигәгім. Өмір салтын ұстанамын, ал сен болсаң семіріп барасың ғой. Мен әскерде жүрген кезде сен Алматау, үйде отырған кіп-кішкентай баласың ғой. Әгигәгім, әгигәгім. Мен әскерде болмағанмын, әскерге барғандардан қалмағанмын. Әскерге баратын сол уақытта отаныма іс қылудан танбағанмын. Ай-хай-хоу, ай. Жалыным айтысуға себеп еді, ойлаймын айтыс маған не береді. Ақ жолым сөз бастаса оқтай болып, дұрыс шығар Алматтың елегені. Салмағы бар жігіттер бір жиналып, мынаған қайырымдылыққа салмақ башкі беру керек еді. Ай-хай-хоу, ай.
Парламентке кіргенбіз, басқаларға күлгенбіз, парламентте жатып ап, ұйықтағанды сүйгенбіз. Зарплатамыз 80 мың, кредитіміз 90 мың, нәскисіз біз қалсақ та Касперетпен жүргенбіз. Эх, досым ақ жолай, жүргеніміз тар жолай. Бұлай тартсаң кетпейді, зарплатамыз жетпейді, еш нәрсеге жетпейді. Бұған ақ жол не дейсің, оған уайым жемейсің, өз қарның тоқ болса, еш нәрсе де демейсің. Эх, досым ақ жолай, жүргеніміз тар жолай. Бұлай тартсаң кетпейді, зарплатамыз жетпейді, еш нәрсеге жетпейді. Саясатты жамандап лақпай көкем, мен елімді дұрыстап мақтап өтем. Зарплата, пенсия, стипендия, Нұр ағамның нұр жолын ақтап өтем. Аз айлық дегенің ау өтірік қой, жұмыс істеуге олар ниет таппайды екен. Ауызына тамағын салып беріп, қашанғы мемлекет баптайды екен. Әгигәгім, халықтың санасы өсіп, икемделіп, иықтағы жалқаулықты қақпайды екен. Ауылдағы ұрысқақ әйелдерге алтын беріп жатсаңдағы жақпайды екен. Әгигәгім, мен тілімді, дінімді бақтан етем, өмір бойы салт дәстүрді сақтап өтем. Ана тілін білмеген ақымақты кім болса да үстінен таптап өтем. Әгигәгім, жауап берші ұшқырой. Do you speak English, алмат біратын, сұрағыма жауап берші ұшқырой. Осыменен айтысымыз тәмәм ба, айта берсек келе берет санама. Қошаман бол, сау болыңыз ағайын, кездесейік саулықпенен аманда. Сау болыңыз ағайын, кездесейік саулықпенен аманда. Бұл алмат ешқашанда лақпайды екен, айтысында шындықты жақтап өтем. Біздің жақтың жігіттері әрқашанда өз намысын ешқашан сатпайды екен. Ай, ай, ай. Yes, of course I can speak English. Оқыдым ғой 3 күн 3 түн Кембридж. Өзге тілдің бәрін білсен плюсын, маған керек сенің English курсын. Үйретпеймін десен егер мағанда, сол ағылшын курсын сенің құрысын. Жай бауырым бата берем қолымды, таныпсың ғой оның менен солынды. Менің бабам бөген байдай батыр бол, анау тұрған қуандықтай ақын бол. Қазақ осы көргенінен танбайтын,
айтыстарда шындық айтып лаулайтын, ей бақадыр жолым болсын қашанда, көк аспанда қырандайтын самғайтын. Ей бауырым жолым болсын қашанда, осы менен әумин деп қояйын. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп айтыс жасап нағыз той. Алғашқы рет көріп тұрсын сен оны, Маржан менен Естайға да ағайындар шапалақпен қағып қой. Ал енді бүгінгі айтысымыздың келесі жұбын сахна төріне шақырамыз. Нөмір 30-шы жалпы орта білім беру мектебінің музыка пәні мұғалімі Жылқыбай Бағила Мұратқызы мен нөмір 2-ші жалпы орта білім беру мектебінің музыка пәні мұғалімі Ахметжанов Мақсат Мұратұлы. Ассалаумағалейкум жақсыларым, көпшіліктің алдындай бақсынадым. Ұстаздардың айтысына қатсам деп, шабыт атты тұлпарымды қамшыладым. Айтыстың тақырыбы дина деді, Гарано ұстаздарды жинап еді. Қолына Дина апам домбыр алса, күйлері кең далаға симап еді. Екінші мектеп мені топқа қосты, айтыста шабытыңды тима деді. Гүлшекер Манат қызы жібергенмен, батасын берген жолдас имам еді. Жарасқан тал бойына арибаңыз, қызды сыйлау қазақы қағидамыз. Біреуі қылықтының жұп болыпты, секілді қыз жібектей әрігаңыз. Дал тудырмай айтысымды бастап жібер, кезек бердім, ал сөйлеңіз Бағилағыз.
ал мойын ақша жүзді қиық қасы. Жеңгем жейді миыңды деп қояды, сөзімді тыңдаған жан үйіп қалшы. Әлемдегі еркектердің бәрі білет, миды жеп әйелдердің сүйіп тасы. Топ жарып бәйгенім ол, мен ұтқанмын, қарындас айтысуға қорықпағын. Бойдақ болып қыз көріп жүргенімде, қалқатай неге маған жолықпадың? Қалайша кетейін мен өлең жазбай, жарастық бүгін міне қыс пен жаздай. Аппақ болып екеуміз киініп біз, тура бір көлде жүзген қос аққудай. Айтысқа жақсы болды қатысқаның, мамандық пен жартаңдаудан шатыспағың. Сенің де бағың жансын деп тілеймін, дұрыс болмас ортада тартысқаным. Қыз бала тәтті шекер балша болады, ер жігіт жастық шақта жанса болады. Үйленбей жүрген менің інім бар ед, айтшы қалқам қалың малың қанша болады? Айтысым болып жатыр көрерменсіз, қазағым қалай жасар түлінерсіз. Жобаны жасап жатқан жақсылардың, елменен жұртыменен жүрек егіз. Жұптасып бір өзіңдей теңім берген, мектебім қолда бәрке сенім берген. Алты алаш бас қосса да беу ағайын, ұстазға әлде қашан түрім берген. Айтыстың шықтық міне жол басына, әріптестің сенемін қолдасына. Сәттілік тілеп қойдым баршаңызға, қасқырда қасқырмайды жолдасына. Шәкірттерің шыңдалып маман болсын, елімізде тыныштық заман болсын.
мәртебеміз арттырып жылдан жылға, ел басқарған президентім аман болсын. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, онлайн оқу берсек те, білім болсын санаға. Мұғалім әркез жүгірер, ауыл менен қалаға, мәртебесі өссін деп, айналыңдар данаға. Білім менен ғылымға, үлесін қосқан салаға, мың алғыс айтып кетейін министр Асхат ағаға. Біржан мен Сараның айтысындай болған жұпқа өз бағаларын біздің онлайн режимдегі әділқазылар және де бүгінгі осы залда отырған біздің қонақтарымыз әділ бағаларын берер. Айтыскерлер, көптен көп рахмет сіздерге. Ал кезекті жұбымызды сахна төріне шақырайық. Нөмір 7-ші жалпы орта білім беру мектебінің мұғалімі Қайырғазин Досжан Қажыкенұлы және жетекші жалпы орта білім беру мектебінен келіп отырған айтыскеріміз Бердіғалым Еркежан ханым. Мархабат. Ауыздан ауызға айтқан қалқаңызың, қазағым қазыналы қартабызым. Ұлдарың қалқаң құлақ үндемей қап, бірінші бастап кетті қалқа қызың. Айтысты азаматтары бастаушы еді, аңқиып отырсың ғой салпауызым. Жарайсың сен қонақ боп отыра бер, ауылдың мен бастайын алтауызын. Басылмас айтыс десе қан қызуым, үзбеймін жақсылардың жарлы жібін. Армысың арлы Досжан қаладағы, халықпен бөлісетін бар қызығы. Бісміллә өлең сөздің басы емес пе, жағасы өзен көлдің тасы емес пе. Батырда ақын шыққан талайың бар, кереку өсіп өнген талай ұлдары. Аталар мен әжелер аманбысыз, ақ жүзін басқандайын самайын қар. Басым дейіп баршаңа сәлем бердім, армысыз жиылған жұрт ағайындары. Сөз бастасақ бір Аллаға, бет бұрып берекелер бермен қара. Ассаламағалейкум керекуім, келістіріп келбетін берген дара. Ұлыстың ұлы күні әз Наурызда,
Ustazlar almaz tilde keldi ortana. Garanomen ustazlar birikkendi, kadimgi ko'ylektegi jengmen jag'ay. Al erkejan erke kız jetekçiden, qalanın шығыстағы шет жерінен. Ожынның амандығын арқалаған ұлы батыр қызақын шеттерінен. Сәлеміңді ерке қыз қабыл алдым, көрініп тұр шыққаның текті жерден. Бұл наурызда дәстүрді біз жаңғыртып, болайшы таныстай көптен көрген. Өзімен Махамбеттей бабалардың қасқайып шындықтай тары қаранармын. Ойпырмай атой салып ауылыңа жаңа мектеп салынды деп дараландың. Бірақ әлі бітпепті деп естідім, мен оған сізді қалай қаралармын. Бізді қойшы сонымен биыл тағы үміті үзілдімей балалардың. Әріптестер жиналып келіп қалған, құлпырып алдарыңа гүлің келді. Қуантып мен көрейін бүгін келді. Аламанда шабайын деп келгенмен, бір Алла бізге жасы сүрінбеуді. Ерке жандай аруын қабыл алшы, еркелеп өздеріңе қызың келді. Салауатты қылып шығарсақ деп, болашағы зор елдің бір баласын. Мектебіміз көп жылдық тарихы бар, алып келген өмірден сибағасын. Ал бізде жаңа мектеп бой көтерді, оқушылар мектепке сыймағасын. Спорт кешені мен мешіт салып, ауылдың көрткейті ғой әкімдері. Біздің ауыл осындай берекешіл, әрқашан келе жатқан көшілгері. Кей ауылдың жайына қиналасың, мойныңды кейістерге бұрмағасын. Естідім сіздің мектеп балаз дейді. Естігенде таңғалып мұңданасың. Алланың сөзі рас, өзі рас. Ерке жанның сөзіндей шалған болмас. Қаладағы қазақы мектептерде бала саны өзекті боп тұрған рас. Кешегі алтын құрсақ аналардың бүгінде бір кем дүние орны толмас.
Айтпақшы кенже ұлың 6-да ма? Қазақы қоңыр мінез салтында ма? Біріншіні оқыса бізге келіп, осындай ұсыныс кеп жатыр мұнда. Лайықта керек емес комментарий, керек маған қазақай салтым ғана. Айран сұрап шелекті жасырмаймын, теңізде бір тамшыдан құра алмаймын. Қыз құлпырған өмірдің гүл еркесі, қазақтың ұйыған ол берекесі. Сиыр жылы біздерге құт әкелсін, тыйылып елдің жаман келекесі. Наурызың құтты болсын ағайындар, қазағымның нағыз ол мерекесі. Сүйрейтін әр қашанда жүгін өрлеп, адалет маңдай термен күнін көрген. Ұстаз деген киелі оғым сынды, алғысын алатұғын бүгін елден. Ұлағатты ұстаздар аман болсын, оқушыға саналы білім берген. Айтыстық сіз екеуміз асқар әнмен, жанарымды ана деп жасқамадың. Мен ізетті анамын ибалы, демеймін мен өмірден кеш қаламын. Шырқадық бізде біраз асқақ әнін. Атыңнан айналайын еркек ерім, бәйбішемнен алмайдай кейбір жерің. Айтыста ағаң болып әзілдедім, сезгейсің дұрыстығын пейілімнің. Бай болып бәйбіше боп босағыңмен, көргейсің балалардың игілігін. Ал жігіттер атқа қон абылайлап, шебін бұзып шабытпен сәл абайлап. Тілге жеңіл, жүрекке жылы болсын, мәртебесін ұстаздың абыройлап. Ұстаздардың айтысы ұлы күнде ұзағынан болсын деп абдайлап. Ұстаздар әр ұжымның шаңырағы, әр балаға от болып жағылады. Таң болып өзінен атса дағы, сәуле боп әр сыныптан табылады. Ұстаздар асыл жандар, шуақ боп шашылғандар, құшақ боп ашылғандар. Ұстаздар, ардақтылар.
тамаша, міне. Ал біздің кезекті айтыскерлеріміз асыға сахна төріне келіп отыр. Таныс болсаңыздар. Нөмір 32-ші жалпы орта білім беру мектебінен кітапханашы қызметін атқаратын айтыскер ақын Омарбекова Ләззат Амангелдіқызы және оған қарсылас жоба нөмір 17-ші жалпы орта білім беру мектебінің музыка пәні мұғалімі Сұлтанов Тұрсынбай Сағиденұлы. Ал бастаңыздар. Армысыңдар әріптестер қазыларым, жас ұстаздар сайыста сынар бағын. Бастайын мен өзімді таныстырып, көрермен қошеметпен қабыл алғын егугагай. Жалғасар жола Дина Нұрпейісова күйші ұстаздың. Мектепте музыкадан сабақ беремін. Тегімді айта кесем осы ақындар сайысында. Сұлтанов Тұрсынбай Сағиден ұлы боламын егугагай. Туған жерім Түрки атты жасыл далам, онда тұру әр адамға арман болған. Естай ақынның басып жүрген жері, қасиетті өнердің мұрагері егугагай. Амантайдың Ләззат апа, бәйгеден күнде келген жалғыз ғана, кітапханашы болғаннан кейін көркем сөздің патшасы ғой бұл апа егугагай. Туған жерің ыстық, ауылыңда ыстық, Ленин кенті мақташының да ол да ыстық. Әпкетай айтшы маған осы ауылың, қарады ма Павлодар қаласына боп ыстық егугагай. Мен Ленин кенті жол бойында жатқан соң барып едім, Рубиконның шұжығын алып бір асап жеп едім.
әттен ай қалаға қайтып бара жатқанда көлігімнің дөңгелегі шұңқырға түсіп жарып едім игугагай. Ләззат әпкетай, сенің туған жерің тұр ғой жолдың аймағында. Көсседі ғой әр өткеннің назарына. Бір асфальт салуға болушы еді баяғыда. Қалаға қарамағаны түсінікті сонда игугага. Мен де әсер бердім сайрауыма, ауырады жүрек осыны қарап тағы да. Мүмкін ауылдың атын ауыстырғанда жайнап гүлденеді ғой ауыл сонда игугагай. Бой бермеймін қасиетті киелі ауылыма. Кентімнің шыжығы бар, жақсары бейкомның, оны бар үлпілдеген элеватордың. Кен байтақ, жасыл жайлау, байдаласы тамаша. Басиден сәлем бердім ақындарға, мұндайда қыз байқалар ақын бар ма? Мектепте кітапхана қызметкері, мінекей мен де шықтым сақынаға. Сезімнің терезесін қарашау қайным кездесуді тағдырдың жұптап берген жере берсін. Еш арамдық болмасын ойымызда, жасынды сыр жақта ой бойымызда. Жай ғана жарастырып әнімізді, тойымызда өткізейік бақшамызда. Сөз айтайық көшелі, мерейің сонда өседі. Бабаларым шетінен ақын күйші болған кешегі игугагай. Мейрам келсе той келгені қалайық. Бүгінгі күнде күйші Дина Нұрпейісованың 160 жылдығын ән мен жырға салайық. Апамызды құттықтап осы күнге, наурыз тойында біз бәріміз тойлайық игугагай. Наурызым құта келсін елімізге, береке ырыс кірсін жерімізге. Тышқанды асыға шығарып сап, бақыт жылы боп серпірсін елімізге игугагай. Жаңа жыл елімізді жарылқасын, қиналып әр отбасы тарықпасын. Сиыр жылы келгенде қазағымды қуаныштан арытпасын игугагай.
Қазақты жүрген танытып, бойымда киік дарытып, ұлтымның ұлы өнерін ләззат әпкей айтысты аяқтайықшы бас иіп егу гагай. Міне жағына нөмір 32-ші және 17-ші мектептің намысын қорғап келген біз айтыскерлерімізге алғыс білдіреміз. Міне кітапханашы қызметкері және музыка қызметкері болса да, нағыз айтыскерлерден ешқай жері кем емес. Наурыз Думан атты айтысымызды жалғастыра отыра кезекті жұптарымызды ортаға шақырамыз. Нөмір 21-ші жалпы орта білім беру мектебінің музыка мұғалімі Серікбаева Дана Темірбек қызы және нөмір 38-ші жалпы орта білім беру мектебінің әлеуметтік педагог ұстазы және де жаратылыстану пәндерінің мұғалімі Жөкен Қажымқан. Ассалаумағалейкум, алталашым, береке мен бірлігін тарқамасын қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Өздеріңді бір жақсы жолықтырдым, қатарының ақынын толықтырдым, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Маржаны сұлтаны екенімді дәлелдеуге алдыңа келіп тұрмын, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Мысын басқан ередім, талайының қолдап отыр дәл бүгін ағайыным, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Білім менен спорты қатар алған биология пәнінің ағайымын, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Өткінші өмір дегеннен бір күн емес, барады өксігімді жұлқып өңеш, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Қажы Мұқан атамның аруағы дәл бүгін ау қолдамауы мүмкін емес, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Aydaman осы
Кешпесе болайын деп бірге соғып, әйелді жеңіп көрген ешкім де жоқ Ұлым келді қанатын кеңге жайып, індетпенен пәледен аяқтығын қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Қажы мұқан атамның қорғай алсам, ақындардың сұлтаны лайықтымын, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Егерде жоқ болса жентілменің айтысқа онда келтірмегін, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Қызбен елден сөз таластырып нағылайын, ұят болар жігіт-ау, басым менен қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Темірбектің қыз едің, данашым-ай, сен өзі керекуде тұрасың ба, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Айтыста сен жеңіп орын алсаң, жүлдеңді маған шіркін жуасың ба, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Дұрыс кедергі келтірмегін, қызбен бірге жағаласып жеңдірмегін. Бүгін өзің ерді болып отырмын мен, жоқ боп кетті жанағы жеңдірменің. Естіген көрген жұрттан ұят шығар, ешкім менен айтыспай жеңді деген. Жүлделі болатындай жеңі жоқ қой, жуатындай не күттің енді менен, ай. Ағасы жеңді түрген ойым боп тұр, дәл бүгін наурыз деген тойым боп тұр. Қыз бала деп менсінбей отырсың ба, сізді тек биік болған бойым боп тұр. Қарсы шығып қайтемін дегеніммен, дәл менің жеңілгенін мойындап тұр, ай. Білесіз павлодардан екенімді, сонымен көрінгенде бәйегенді. Мен жайлы ақпараттық не қыласыз, бар ғой үйде отырған бала менен әйеліңіз. Дәл бүгін айтылмаған сыр қалама, ақыннан төгілмеген жыр қалама, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Атыңнан айналайын, дана жанды шырайың тең келеме, мың қалаға, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ұлың келіп құттықтамау құр қалама, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Жылына
бір келетін наурызды меніңше тойлау керек бұл қалада хайлайлым хайлайлым хайлым хайлайлым дана жеңсең тәттедің шекеріңді көрсетпеймін ортада бекер үлгі хайлайлым хайлайлым хайлым хайлайлым ол рас ешкім жоқ ой әйел жеңген таныттым өз ісіммен секенімді хайлайлым хайлайлым хайлым хайлайлым бірақ ұмытпағайсың қарындасым бір күн күйеуге кетіп қаларсың ау хайлайлым хайлайлым хайлым хайлайлым саған айтар ағалық ақыл болсын сұрама мынау шетеліңді хайлайлым хайлайлым хайлым хайлайлым ұмытпағайсың қарындасым еркектен бір саты төмендігіңді хайлайлым хайлайлым хайлым хайлайлым Тамаша тартысты жаңа жұптардың айтысын өзіміз куә болдық. Енді бұның нақты әділ бағасын біздің әділ қазылар алқасы берер жатар. Енді бізде Қажымұқан әлеуметтік әртүрлі проблемаларды жырласа, Дана өзінің көрікті қылығымен әсем әуенін жырлады. Қос жұбымызға өз бағаларыңызды бере отырыңыздар. Қазағымыздың төл өнері айтысты жалғастыра отыра, көп сөз ұтпайды, дөп сөз ұтады демекші кезекті біздің жұбымызды ортаға шақырайық. 34-ші жалпы орта білім беру мектебінен қазақ тілі әдебиет мұғалімі Нұрлан Абдулла Нұрланұлы және нөмір 14-ші жалпы орта білім беру мектебінің музыка пәні мұғалімі Мұханова Айсұлу Әлімқызын біз сахна төріне шақырамыз. Алыстаңыздар, құрметті айтыскерлер. Баршаңызды бір құттықтап алайын. Келе жатқан ұлыстың ұлы күні баршаңызға құтты болсын ағайын. Абдоллатым бір Алланың құлы еді, мұсылман жан оны айтпай-ақ біледі. Айтысуға нормальный жұп таппай, мұны отырған бабушкамен кебеді. Айтысуға нормальный қыз таппай, мұны отырған кемпірменен кебеді. Қырандайын шүйліктіңіз табанда, адамдығым басқан әрбір қадамда.
мұғалімге ұқсамайсың деп қояд, өзі ұқсап тұрғандай сол адамға. Мұғалімге ұқсамайсың деп қояд, өзі ұқсап тұрғандай сол адамға. Анам менен жақсы екенсіз байқадым, бұл айтыста не деп сізге айтамын. Ағам біреу тисе маған айт деуші еді, кемпір тисе оны не деп айтамын. Ерлер тисе өзім сөйлешуші едім, әйел тисе енді не деп айтамын. Қыз іздеп шарладым мен талай жерді, сізбенен жолыққаным қалай болды. Жалындаған жігіттің бұл айтыста кемпірмен жолыққаны қалай болды. Жалындаған жігіттің бұл айтыста кемпірмен жолыққаны қалай болды. Апатайым ренжімеңіз сөзіме, сізге айтысу керек еді кезінде. Жастар менен жағаласпай бүгінде, отпайсыз ба сүт шай ішіп үйіңде. Жастар менен жағаласып неңіз бар, қонағым боп отпайсыз ба төрімде. Әрине шешеңізбен жас екенмін, ойлайық лағатты бас екенін. Анандай тілеймін ғой жақсы келін, бұл секен өнегелі тапқан тенің. Айтқан сөзді андамайды, айтыста жас кәріні таңдамайды. Кемпір деп кемсіткенім артық болды, көңілім ешқашанда қартаймайды. Домбыраны қадірлеп халқын сыйла, жас жеткенше бойына өнер жина. Мақтанышы қазақтың бір туары, 160-ға толады күйші Дина. Асыл қалқымай, жүзін жарқынай, көтере Динанын атандан қынай. Ұлы күйші ғасырмен ілесуден, күй құдірет Динанын ілесіңде. Жасқын шақтау екенсің ақын бала, апамыздың күйлерін білесің де. Әуелден маған да жар жолықсын, көңіліңіз ақ екенмен сонықты. Сізге де бір инабатты ибалы, жас келін мен күйеу бала жолықсын. Сізге де бір инабатты ибалы, жас келін мен күйеу бала жолықсын. Тұтқы юлдан сұрақ қойды бұл апам, Дина апамның бар күйлерін ұнатам. Тойбастарын мен орындап беререм, әттен күйші емес еді бұл бала. Жеңіс күйін тағы ойнап беререм, сіз секілді музыкант емес бұл бала. Сұрақ болса қазақ тілден қойыңыз, қазынасын осы жерде ақтарам. Сұрақ болса әдебиеттен қойыңыз, жілігін шағып майын лезде қопарам. Бисмилла сөз бастайын алқына, білу керек ханда құлдан артылға. Ұлы ұстаз Әл-Фараби бабамыз 1150 жасқа толды расында. Ұлы ұстаз Әл-Фараби бүгінде 1150 жасқа толды расында. Ұстаз болдым 22 жасымда, Түркістаннан келдім ғылым ашуға. Өшпей тұғын із қалдыру мақсатым, болмасам да Фарабидей артылға. Өшпей тұғын із қалдыру арманым, болмасам да Абайдайын бастолға. Жыл керуен ілгері көшіп жатыр, жырыңды оқып ұрпағың өсіп жатыр. Айналайын
айналайын мақатайып мұзағам, биыл міне 90-ға келіп жатыр. Айналайын ақиық мұқағали, биыл міне 90-ға келіп жатыр. Ұлыларын ұлықтаған халықпыз, олар бізге жол көрсеткен салымыз. Осы жолдан айнымасақ ағайын, әрқашанда жарқыраймыз жанып біз. Ұлылардың жолын ұстап қашанда, әрқашанда жарқырайық жанып біз. Наурыз келді ағайын, қазанға ет салайық, қыдырата батасын, бас иіп біз тыңдайық. Наурыз көктем көргесін, жердің беті күлгесін, қырда қаптап балау гүл, орадамал төлгесін. Ұлыстарың мол болсын, дастарханың мол болсын, кезегімді берейін, қарсыласым жол болсын. Дүркіретіп той жасайық ғаламға, Новый годтан қай жер оның кеміп тұр. Дүркіретіп той жасайық баршамыз, жаңа жылдан қай жер оның кеміп тұр. Мерекеңе мен айтайын тілекті, қошеметпен көрсеткейсің құрметті. Қыздарыңыз инабатты ару боп, ұлдарыңыз батыр болсын жүректі. Қыздарыңыз инабатты ару боп, ұлдарыңыз батыр болсын жүректі. Айлықтарың болсын 1.160.000, көкейіңде қалмасын мың толғаныс. Корона деп аталатын ауруың, шетел асып кетіп қалсын тым алыс. Корона ма әлде басқа бәле ме, шетел асып кетіп қалсын тым алыс. Шәкірттерің болсын әркез саналы, ұстаздардың мәртебесі жоғары. Ал жастарым білім қуып қашанда, дана халқым бере берсін бағаны. Ал жастарым білім қуып қашанда, дана халқым бере берсін бағаны. Алға қадам басайық, мерекеге арналсын бүгінгі ән жырымыз. Сау болыңыз, қарсылас, аман есен жүріңіз. Көңілімнің назы бар, жүрегімнің сазы бар, оң көзіммен қараңдар алдымдағы қазылар. Ақын апам Айсұлу, өзіңменен сақынады бар сұлу. Ал ендеше қоштасайық халықпен, қошеметі болған әркез жан жылу. Ал ендеше қоштасайық халықпен, қошеметі болған әркез жан жылу. Әзілің жарасса атаңмен ойна демекші, әзілімен шындығы жарасқан Абдулла айтысқа келіп, жас ару іздеп келіп, Айсұлудай апасының қаһарына ұшырап қайтты. Әп бәрекелді. Сонда да Абдулла ұтымды жауап қайтара білді деп ойлаймыз. Көп рахмет. Соңғы түйенің жүгі ауыр демекші, біздің жұпқа кезекті береміз. Сахнаға Кенжекөл жалпы орта білім беру мектебінің ұстазы Жазке Еркеш ханым мен Мұзафар Әлімбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебінің қазақ тілі әдебиет, яғни тіл маманы Төлебаев Аян Жұмажанұлы ортада. Қарсы алыңыздар.
Ай ассалаумағалейкум, қазақ елі күн жылып біздің елге наурыз келді. Ақындар жиналып айтыс құрар, соны естіп бізде бүгін келдік бері. Хош көрдік бүгін келген ақындарды, қуаныш той сыйласын бүгін бәрі. Мектептер арасында алғашқы айтыс жиналыпты әр жердің жақсылары. Бұл жылы төлдеген мал сүтті болсын, қоңды күйлі базарлай өпті болсын. Карантиннен карантин мезі болған, ғазиз халқым әз наурызың құтты болсын. Әгигагым, 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 әгигагым. Ай ертістің мұзы еріп, жүрді қойсең, еліміз аман болғай өрісіген. Өңірім өркендеп өсе берге, ендігі сөзді оппонентке берейін мен. Әгигагым, 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 әгигагым. Топырағы аспан емген, Алла деп атқа міндім қасқа белден. Ақын боп ортаңызға келіп тұрмын, өнердің арқасында басқа берген. Қазақтың сөзі мәтел ойы ұшқыр, дарындар бар өз арын алған ойып. Биылғы жыл мерекеге баршылық қой, соның бірі Дина апамның мерейтойы. Басына бақ, бойына күй қонған екен, домбыраның күмбіріне шомған екен. Құрманғазы атамыз бата беріп, шәкірт қылып өзіне алған екен. Әсем сазды аяулы күйлер оның, тапты ғой жүрекке жол ойға қоным. Күй атасы Құрманғазы болса дағы, кенже қызы Динама жолым берген. Әгигагым, 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 әгигагым. Замана алға жылжып уақыт тұрмас, дүлдүлдер шашасын айшаң жұқтырмас. Құрманғазы Диналардың жолын жалғар, ел іші өнерліден кенде қалмас. Қазақ елі өнерліден сарқылмасын, пейілі кең ой өрісі тартылмасын. Артында еске алар елі аман, Құдайым Дина апамды жарылғасын. Әгигагым, 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 әгигагым.
елеңдеп тұрса дағы қарай кетушем хан қызына қарайламай. Қасымда күлімдеген ерке гүлді өтудің өзі күні абайламай. Өнеріміз тоғызса тегін емес, дөңгелек өмір атты шарайнадай, назданып отыр екен маған қарай. Аңыз деген тазыдай жорта бермей, атылдым басым бұрдым саған қарай. Агигагым, 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 агигагым. Өзіңді қиып маған қарайсың ба? Тазыдай аңға шыққан далайсында. Өзіңді аңшымың деп отырсың ғой, расында сайлаға тұлғай жарайсың ба? Бергеннің бергендігі садағында, деушідей аталарым баяғыда. Күйді шерту үшін бұрау керек, батырдан мәртебесін сұрау керек. Елімде не жаңалық айта отыр, сөзіңді сылдыраған сынау керек. Үйді де жылы бол деп сылау керек, көкөніс көктеу үшін бұлау керек. Әнді де айту үшін құрау керек. Бір сөзіңе ұйқаспайды, әнді де айту үшін құрау керек. Иә, сен дұрыс айттың Дин апамды. Жастайыңнан домбыра шал қыз атанды. Жырламасқа болмайды мерейтойды, биылғы жыл Дин апамның жыл аталды. Құрманғазы атам, Құрманғазы батасы жеміс берген. Дин апамның елдегі еңбек ерен. Дәуірі сырға толы уақиға қой, Мәскеу барып шығарып. Мәскеу барып күй шығарып, жеңіс көрген екен айға. Айқан сонарда қызыл түлкі алайын ба? Бүркіт баптап тазы құмай салайын бай. Көзімнің қиығымен бір қарасам, еркек боп туған соң қараймындай. Әттең ай бұл жерде эфир шағын, келсе егер сөзімді сен сынағың. Бұлай шығып ертіс асып барып қайтсақ, көререм өнерімді сен шырағым. Ұштары өткір келер жебемнің де, айтып бередім соның себебінде. Сылтыр сөз жоқ біздерде, бәрі нақ-нақ, әттең ай руы керей әжемнің де. Сондықтан бір сеті болдың туыс, мен тоқтап сабыр қолдым болмай жуыс. Нағашы қарындасым болғаннан соң қонақ қып дәм татырып берем уыз. Агигагым, 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 агигагым. Ай әжем үшін шешіп берем мен тоңымды, бұл амал болар еді ең қонымды. Қыздың жолы жіңішке әрқашанда, сені сыйлап мен бердім бір жолымды. Наурыз кеп көңіл күйлі орта толғай, осы менің сөзім тамам болғай. Отбасы ошаққасы берекелі, керей қыз сендағы аман болғай. Агигагым, 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 агигагым. Берсең жолды, қыздың жолы әрқашан жіңішке ғой.
болды, наурыз келіп ел шаттанып орта толды. Уақалайық мерекең құтты болсын, ақмол болып ұлысың болсын аңды. Наурызда берекеміз арта берсін, ақындар домбырасын тарта берсін. Ұстаздар ниетіміз қабыл болып, бұл бата, бұл бастамай жалғастарын таба берсін игі. Ай сөйлетілім алаңдамай, тартынбай, шындықты айтып шым болаттай жарқылдай. Әлім байып мектебі жаңа ашылған, құтты болсын олдағы баршамызғай. Павлодар ғой ежелден керекуім, шаңында аунап өстік ішіп суым. Ертісін бұла болып ағып жатыр, тұғырың биік болғай желпіп туым. Ақшағала аспанда шарықтаған, керекуім белордай қалықтаған. Бұл қаланың атауай бір өзгерсе, бар қазаға тойлатып құрған шалған. Алигагым, 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 алигагым. Ай өңірде жақсы хабар жиі болсын, әр мектепте қазақы жиын болсын. Дәстүр құрып салт-санам бекем болып, педагогтар статусы биік болсын. Алигагым, алигагым, алигагым.